Батыс Қазақстан облысы, Ақырап ауылы, Ақырап 25. Hoppa! Hey! Шайдырман! Тәңірбай Ділназға ашық болыпты, Бахадыр оны қызданып жайып қойыпты. Тәңірбай оған жылайды, мазаққа қалай шыдайды, ашу келіп Бахадырдың бетін қойыпты. Соған Бахадыр жаз жіберіпті ғой терпелі. Сәлем Қазақстан! Айқай көшесін, аралап бақыт кешесін. Жайдарман! Қазір командалар шығатта ойбай біз ауданның намысын қорғап, қаланың намысын қорғап тұр. Облыстың намысын қорғап жүр ғой кейбіреу. Ал біз 19 үйдің намысын қорғап. 19 үй ғой олда. Былай қарап тұрсаң 19 үй қаладағы 5 қабат үйді құрамайды. Құрамайды. Бірақ айырмашылық өте көп. Мысалы қаланың адамдары біз сияқты қағаз 200 теңгені автобусқа өткізіп жіберу керек еді деп бас қатырмайды. Темекі шектірген апайлар көрсе таңғалмайды ол. Ол былай тұрсын, мысалы, Ағылан мырза, сіз төменде тұратын көршіңізді танымайсыз ғой? Танымайды. Қайдан танысын? Мүмкін танитын шығар. Таныған күннің өзінде ауылдағыдай барып, ертең мен орныма қой кезек бақ беш деп айта алмайды. Ал біз не көрмедік ауыл? Не көрмедік? Тым көрген жоқпыз ғой, тым жоқ ауыл. Сендер олай демеңдер. Мына біздің көрген қиыншылықтарды қаланың адамдары көрген жоқ қой. Көрген жоқ. Мысалы, қаланың адамдары пынтықтың қорасына кіріп шапалақ жеп көрді ме? Көрген жоқ. Біреуінің арт жағында жатқан ағашты ұрлап кетіп моншаға жағып көрді ме? Көрген жоқ. Ол былай тұрсын, ең қиыны. Оқып жүрген мектептерінің есігін ашып қалғанда, ішінен 4 сиыр шығып тұрғанын көрді ме? Көрген жоқ. Ал біз көрдік. Жігіттер, Ақырапты дұрыс жағынан таныстырайық. Лаң қайыр Ақырап, Телебешкі мен Құлшыманның арасы, Ақыраптың алтын бесік ата мекені. Әгер әки, кімде-кім Ақырапқа келетін болса, ерінбей трассымен айналып келіңдер. Тіке жол балшық езіліп жатыр. Келме Акимат түгіл мектебі жоқ ауылдан келдік. Ақырай 25 кетті! Көреміз достар, ауылда осының өзі өнер. Міне мынау еркек көрдің бе? Мынау еркек қой мынау, қарашы. Аға, мынаны қайдан білдің? Дым көрінбейді ғой енді. Мынау қазір кішкентайға көрінбейді. Мынау ертең өссін, бәріңе көрінеді, мынау бар ғой. Аға, өткенде Мәкәр ағаныкінде тауық пен әтеш айралмай қалыпсың ғой? Ол кезде Мәкәр жұмыртқа келіп тұр ғой, әтеш екен. Сені ойлар күн түндерде, ақылас ой мүмкін менде. Сүйемін сені бірақ, көз жасың бүлкін менде. Мен өзіңді дұрыс таптым, сені тауып тыныш таптым. Бір ай бойы сен ойлайтын. Рахмет, Ақырап ауылының жігіттері қыздармен дәл осылай танысады. Іштер аман, қыздар, балдар, сау. Қыздар мынау сенімен танысқысы кетті. Құмай араны. Деп айтқанмын бірге, ұқтамадың ойымды мүлде. Қыдырайық деп жүрсің күнде, қолсыз көлеңкең бірге жүрме. Солып қалды сыйладан гүлдеріңде. Ауылда дәл осындай әңгіме айтатын ағаларымыз бар. Тұрсынбайларды айтам кезінде. Гитарамен өлең айтып жүргенде ауылдың бүкіл қыз соның артынан жүгіретін болады. Солардың біреуіне қараған жоқ, қазір сопайып жалғыз өзі жүр ғой. Шығып кетті. Бойдақ. Не айтыпсыңдар? Адам баласына ұят деген нәрсе болады ғой. Ұялсаңдар кішкене не айтыпсыңдар? Молда дұрыс айтады негізі. Кезінде бұл да сотталып кетіп қалды ғой. Мен білем ғой, кезінде Ғарифолла бәрі бірге жүрді. Мақсатыңа жетелейтін арман, жақсатыңа жетелейтін арман. Асу армандарға алынбайтын қорғандарға жолдың өзі төтелейтін арман. Рахмет. Құрметті достар, негізі біздің ауылда 20 үй, бірақ біз 19 үйдің намысын қорғаймыз. Себебі Нұрсұлтан қаласына 4 рет келіп, ешқандай нәтиже шығармағандықтан ауылдағы бәпшақ айтты. Жігіттер, менің үйімнің намысын қорғамай қойыңдар деді. Рахмет, Ақырап 25. Жүрегімде махаббат ән тербетер, бағалайық бақытты жан тербетер, мұңға батып қалмас. Ақырап 25 командасы Ақырап ауылындағы өздерінің аға буын өкілдеріне өз алғыстарын білдіреді.